Сәлем достар, Дари Кук каналына хош келдіңіздер. Бүгін мен осындай пигоди пісірдім. Салмасында менде ет және 40 қабат болады. Және осындай сәбізден де салат жасадым. Салаттың рецептісі менің каналымда бар, өтіп қарасаңыздар болады. Ең алдымен бізге ыдысқа жылы суды қойып алу керек. Оған тұз, қант және ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Енді оған ұнды салып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырып алуымыз керек. Одан соң мен осылай сұйық майды құямын, тағы да осылай жақсылап араластырамын. Одан соң қолымның көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илеп алуымыз керек. Енді бұны жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына мен осылай етті майдалап турап аламын. Міне турап алдым, енді қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламын. Жартылай пісіп шығу керек біздің етіміз. Енді пиязды және 40 қабатты жұқа етіп тураймын. Енді көкөністерді біздің қуырылып жатқан еттің үстіне осылай салып, бірге жақсылап 15-20 минуттай қуырып аламыз. Біздің қамырымыз да дайын болыпты. Осылай 2 шесеге көтеріліп шықты. Енді осыны столдың үстіне сұйық майдан құйып жібереміз да, үстіне қамырымызды қойып 12 бөлікке бөліп аламын. Әрине, егер кішілеу пигодиларды ұнатсаңыздар, онда көбірек бөлшекке бөліп алуға болады. Осы жерде мен бірінші пигодиімді осылай оқтаудың көмегімен жасап шықтым. Бірақтан оқтаудың қажет емес екенін білдім. Қолмен ақ жақсы жасауға болады екен. Одан кейін осылай жақсылап бекітіп шығамыз жалғанған жерін. Біздің начинкамыз шашылып қалмау керек. Енді майланған мантаварканың листтарына осылай орналастырып шығамын. Осылай жалғанған жерін мен төменге қаратып қойдым. Бірақ бетіне қаратып қойсаңыздар да болады. Ашылып кетеді деп ойламаймын. Міне дайын болды. Енді осыны 25-30 минутқа отқа қоямыз. Міне
міне біздің пигодиіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ішіндегі начинканы қараңыздаршы, қандай керемет дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Айта кететіндей, мен осындай сәбіз салатым рецептісі каналымда бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Егер менің видеом ұнаса, тіркеліп лайк басып кетіңіздер.